Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Сәрсенбі күні Алматыда Ресей консулдығы алдындағы ұстаулардан кейін 3 белсенді наразылық акциясын Пушкин ескерткіші маңында өткізді. 12-14 қазанға белгіленген Путиннің Астанаға сапары қарсаңында олар Ресей басшысын елге кіргізуге қарсылық танытты. Біз бүгін өзіміздің шағын постерлерімізбен акцияға шықтық. Украинадағы әскери Ресейге наразылығы, бұған қоса Путиннің Астанаға келуіне қарсылық танытып отырмыз. Бұл акция Ресейдің Алматыдағы консулдығы маңында полиция Путиннің сапарына қарсылық білдірмек болған белсенділерді ұстап әкеткеннен кейін шамамен 2 сағаттан кейін өтті. Белсенділердің қолында Украинаны бомбалауды тоқтат, қазақ еліне +1 қанішер, пушкалет, кебінки, атауыш деген жазу бар плакаттар болды. Қазақстанның жеріне Путин деген қанішердің келуіне қарсымыз. Оны сайлау алдында қабылдап жатқанын тіпті түсінбейміз. Не үшін оны қабылдап сыйлап ақша шашамыз? Біздің оған тілейтініміз бір ғана нәрсе, атауын ішіп, кебін киюін ғана күтіп жүрміз. Менің ойымша, Қазақстанның көптеген азаматтарының тілеуі Украинаның жеңісі және Ресейдің жеңілісі. Путиннің тезірек о дүниеге аттануы, деді қорғаушы Гүлзада Сержан. Сәрсенбі күні бірнеше сағат бұрын полиция Ресейдің Алматыдағы консулдығы алдында Путиннің келуіне наразылық білдірмек болған 4 белсендіні ұстап әкеткен еді. Консулдық маңында қауіпсіздік күшейіп, полиция ары-бері өткендерді қатаң қадағалады. Ресей президенті Владимир Путин 12 мен 14 қазан күндері Астанаға келеді. Осыған байланысты әлеуметтік желіде қарсылық күшейген. Құқық қорғаушылар, саясаттанушылар мен қарапайым азаматтар Украинаға қарсы соғыс ашқан Путиннің Қазақстанға сапарына тоқтау қоюды талап еткен.